Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге піскен еттен дайындалатын чебуректің рецептін ұсынамын. Қайнаған суға су және сұйық майды қосып араластырамыз. Електен өткізілген ұнға ыстық суымызды 2-3 бөлікпен құйып, қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Салмасына бізде осындай піскен ет, оны майдалап турап аламыз. Оған пиязды қосамыз және татымына қарай тұз, бұрыш және 1 қасықтай сұйық май қосып араластырамыз. Қамырды бірдей етіп кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Мен 16 бөлікке бөліп алдым және әр қайсысын өте жұқа қылып жайып шығамыз. Қамырды жұқа етіп жайып шықтық. Одан кейін оның бір бөлігіне 1 немесе 2 қасықтай салмасын салып, екінші жағымен орап, чебурекінің формасын шығарамыз. Қызып тұрған майға 2 жағын қызартып, пісіріп аламыз. Піскен еттің орнына тартылған етті де қолданып жасасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.